Так, достар, бүгін бізде сіздерменен Sales кабинетімен танысу болады. Яғни Sales кабинеті бізде толыққанды жасақталған. Бұл кабинеттің мақсаты біздегі әрбір серіктестің, менеджерлардың жасалған продажаларының толыққанды операционный моменттарын қадағалап көру үшін жасалған. То есть бұл бөлек бізде кабинет именно сатылымдарға арналған, сату менеджерларына, сату серіктестеріне. Бұл жердегі функцияның барлығы компаниядағы бизнес процестердің мейлінше аз болуына және де жүйелі болуына арналған. Дәл қазір маған кабинет ашылды, мен серіктес ретінде тіркелдім. Өздеріңіз көріп тұрғандай менде дэшборд ашылды. Мен бұл жерде не көре аламын? Біріншісі ол пользовательдер, яғни ол менің тіркеген менеджерларым. Мен дәл осы жерде өзіме создавать етіп менеджерді тіркей аламын. То есть менеджердің атын, жөнін, email'ын жазамыз, бірақ email реально существующий email болу керек, өйткені оған ссылка барады. Өтірік email болса, өкінішке орай ол ешқандай ссылка бармағаннан кейін кіре алмай қалады. Парольді стандартно 1 2 3 4 5 деп құруыңызға болады, және де роль деген кезде сіз тек қана менеджер деген рольді бере аласыз. Басқа ешқандай роль бұл жерде берілмейді. Алдағы уақытта бізде роб деген секілді рольдар қосылуы мүмкін. В данный момент тек қана менеджер деген бізде статус бар. Енді келесі бізде пункт, бірінші пункт дэшбордта сіз тіркеген менеджердің количествосы саны осы жерге шығады. Егер сіздің сату бөліміңізде 10 менеджер болса, дәл осы жерде 10 менеджер тұру керек. Және де толыққанды өзіңіздің продажаңызды, қанша продажа болғанын және де қандай суммаға болғанды көре аласыз. Бұл деген сөз сіздің жаңағы Google Sheets'тарды қолданудан құтқарады. Барлығы бір жерде, бір жүйеде болады. Келесі үшінші пункт бұл предоплата. То есть предоплата деген бізде не үшін жасалынды? Өздеріңіз білесіздер, кейбір кезде бізде рассрочка болмай қалады, бірақ партнерлар барлығы жұмысын тоқтатпайды. Сол кезде сенімді болу үшін клиентті біз предоплата аламыз. Предоплата ол әртүрлі бағада болуы мүмкін, 5000 теңге болмаса 10.000 теңге деген секілді. Дәл осы жерге біз сол предоплатаны енгізуіміз қажет. Неге? Өйткені сіз толыққанды курсты қосатын кезде сізден предоплата бойынша данный сұрайды. Егер де сіз предоплатаны енгізбесеңіз, өкінішке орай ертең сатылымдарыңызда финансовый частьтардан ақаулар және де түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Сол үшін предоплатаны енгізуіміз керек. То есть предоплатаны біз создавать етеміз. Дәл осы жерге сіз клиентті платформаға тіркеп қойсаңыз, демек оның ID номерін білсеңіз ғана жеткілікті. Мысалы мен қазір 2 деп тіркейтін болсам, және де іздеу деген батырманы бассам, маған толыққанды сол клиенттің аты жөнін шығарып береді. Көрсеңіздер, телефон номері сайтқа тіркелген, аты жөні және де аты да барлығы жазылған бұл жерде. Және де біз сосын продукт бойынша таңдаймыз. Продукттың бұл жерде нумерациясы бар. Мысалы, егер біз OBOTO деген курсты сататын болсақ, комбоны, оның номері 621. Дәл сол секілді ниш, тағы да басқа сабақтардың өзінің цифрасы бар. Жаттап алсаңыздар өте ыңғайлы. Және де сумма, мысалы 5000 теңге сізге предоплата жасады. Осы жерге факт ретінде біз чекті прикреплять етуіміз керек. Сол жасалған кісіден. Дәл қазір мен осы жерге бір суретті бекіте салсам, для примера. Например, оны бізде чек деп алайықшы. Дәл осы чек бізде осы жерге бекітіледі, загрузка болады толыққанды. Күтеміз загрузка болғанын. Толыққанды болды. Және де создать дейміз. Создать еткеннен кейін бұл жерде көрсеңіз сіздің предоплатаңыз барлығы толыққанды шығады. И 50 мысалы страницаға дейін ашсаңыз, бүкіл менеджерлардың қандай предоплата болғандарын көре аласыз. Бұл да опять финансшаны өте ыңғайлы, барлығы бір жерде болып есептеуге. Қандай курсқа предоплата жасалды, ID номері қандай, аты жөні кім, барлығы осы жерде тұрады. Енді сізде оплата болғаннан кейін, толыққанды оплата, мысалы рассрочка болғаннан кейін сіз не істейсіз? Осы жерге опять же жаңа сделканы жазасыз, поиск дейсіз. Бізге адамның толыққан аты жөнін барлығын жазып береді. Мына жерде бізде CRM мен интеграция болғандықтан қазір ID таппай жатыр. Так, қазір біз бұлай жасайық. Мүмкін мен өзімдікін жазып көрсем шығатын шығар. 1 деп көрейік.
Так, бұл жерде бізде қазір AMO CRM-дікі, яғни түсініміз бойынша, егер де AMO CRM-де сізде доступ болса, сіз AMO CRM-дағы ID-ді копировать етіп осы жерге қоя аласыз. Сол кезде сізге толыққанды мынау данныйлар автоматтан шығады. Но егер де сізде жоқ болса, сіз онда пользователь деген жерге сайттағы именно нені қоясыз, ID-ді клиенттің, иә. Мысалы шықты, мен 2 деп жаздым, Мақсат деп шықты, Асқар Мақсатұлы, яғни Атырау облыс деп шықты, қай сыныпта оқиды, барлығы шықты. Дәл осы жерге біз ата-анасының номерін жазамыз, мысалы анасының аты Анар, фамилиясы Жұмабаева, иә, телефонын жазасыз. Телефонда реально подтверждающий телефон болу керек ата-анасының, өйткені ол кураторлармен жұмыс жасауға өте маңызды. Анасы екенін таңдаймыз. Дальше біз не істейміз? Дальше оқушының қандай өнімді таңдап алғанын біз көрсетуіміз керек. ОБТ комбо қанша айға алып жатыр, таңдаған пәндері қандай, мысалы биология, химия, және де қай айға жазылып жатыр, то есть қандай пакет алып жатыр, мысалы стандарт деп алайық. Және де услуга куратора дегенді біз міндетті түрде көрсетуіміз керек. Себебі сіз көрсетпесеңіз, услуга кураторда бұл тізімде бұл оқушы шықпай қалады. Ал ертең клиент тарапынан шағымдар болуы мүмкін. Сол үшін біз куратормен деп көрсетеміз. Егер де тағы да қосатын мәселелер болса, қосуға тағы да болады. Дополнительно, создавать етуге болады продуктқа байланысты. Басқа қосымша бір бонус ретінде бір басқа сабақта болуы мүмкін. Және менде предоплата, жаңа мен көрсеткенде предоплата менде автоматом шығып тұр. Осы Асқар Мақсат маған 5000 теңге төлеп, ол толыққанды алған осы курсты орын алып қойған. Скидка болдыны біз көрсетеміз, қандай группадағы топқа жататын, мысалы менеджердің болуы мүмкін скидка 5000 теңге деген секілді. И осы жерге біз көп балалы ана болса, жартылай жетім болса, толыққанды документін біз жүктеуіміз керек. Мен мына жерге мысал ретінде жүктеймін қазір документті. Так. Дальше енді не болады? Өздеріңіз көріп тұрғандай автоматтан бізде скидка болды. Біз керек ететін жағдай бұл жерде бізде толыққанды модератордың тексерістен өтеді. Яғни өтірік документтер жүктелсе, онда біз өкінішке орай оқушыға сабақты қосып бермейміз, толыққанды документі расталмайынша. Ары қарай сіз өзіңіздің, яғни менеджер өзін таңдайды. Егер сіздің менеджеріңіз кім, мысалы Диас болмаса Абылай деген менеджер болса, сол менеджер өзін таңдап өтеді, қай менеджер екенін біз көруіміз үшін. Және де сохранить деген батырманы басса, ол просто сақтап қалады. Ал егер де отправить деген батырманы басатын болса, онда ол модератордың тексерісіне барады. То есть модераторға дейінгі процесстер осындай, документтер подтверждающий болу керек, және де толыққанды бізге ол клиенттің данныйлары түсу керек. Сол кезде модератордың да тез өтеді. Бізде қазір документ кішкене не болып жатыр, загрузка болып жатыр. Ары қарай біз егер де отправить дейтін болсақ, ол келесі этап уже модераторға барады. То есть модератор бізде не істейді? Модератор сіздің толтырған данныйларыңызды толыққанды тексеріп шығады. Және де егер барлығы дұрыс болса, ол подтвердить деген батырманы басады. Подтвердить батырмасын басқан кезде автоматты түрде оқушыға жеке кабинет өзінде бар болған, сол кабинетінде ол оқушыға таңдау пәндері бойынша, мысалы қай өнімді сатып алды, сабағы автоматты түрде қосылады. Және де куратор, яғни бақылау бөліміне автоматом уведомление барады. Яғни осы оқушы куратормен осындай пәнді алды, старт осылай, осындай деген секілді ақпараттар бар.